Сәлем достар, бүгін біз осындай хичины с брынзой, яғни ірімшікпен жасаймыз. Достар, каналыма лайк, тіркелу, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Жасалу жолы өте қарапайым. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранға тұз саламыз, және кішкене қопсытқыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін аз-аздан ұнды қоса отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Жұмсақ қылып қамырды илеп алғаннан кейін бетіне пакетті жауып 15-20 минутқа демалдырамыз. Міне дайын. Енді ыдысқа терканы алып, ірімшікті брынзаны, яғни осылай өткізіп аламыз. Достар, және менде піскен 2 картошка болды кішірек. Сондықта қостым. Сіздер қоссаңыздар да болады, бұдан көбірек қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Енді тұз қосып, үстіне кішкене жақсылап араластырып дайындап алдым. Салмасы дайын. Енді ұнымызды сеуіп, қамырымызды саламыз осылай. Босатамыз ыдысынан. Өзімізге қажетті етіп бөлеміз бөлшекке. Мен көз мөлшермен алып бөлдім. Бөліп осылай домалақтап қойдым. Барлығын осылай домалақтап алғаннан кейін енді алып қайтадан жаямыз оқтаумен. Жайып осылай ортасына салмасын саламыз. Салып алғаннан кейін қолмен осылай қамырды біріктіріп, домалақтап шығамыз да теріс аунап жаямыз. Сковородканың көлемімен бірдей етіп жайып шықтым. Мен барлық қамырды алдын ала осылай дайындап алдым. Сіздер де дайындап алыңыздар. Дайындап болғаннан кейін сковородкамызды қыздырдым. Ішіне май құйған жоқпын. Құрғақ күйінде қамырды салып, бетін жауып, 1-2 минут пісіріп алдым. Асты кішкене қызарғанша. Қызарғаннан кейін теріс аудардым. Теріс аударып, бетін қайтадан жаптым. Келесі бетінде осылай пісіріп алдым. Пісіріп алғаннан кейін тарелкама салдым. Тарелкаға салып, алдын ала еріп тұрған сары майды жағып шықтым жақсылап. Келесісін салдым. Келесісінде тура осылай пісірдім. Салып, осылай бетін жабамыз. Пісіріп аламыз. Қайтадан ашып, келесі бетін аударамыз. Бетін жауып, піскен екен ашамыз да, бірінші бетін сары маймен майлап алдым жақсылап. Сөйтіп аудардым піскенді тарелкаға. Келесі бетін жақсылап сары маймен майлап шықтым. Келесі қамырымды сап қойдым да. Міне осылай пісіреміз барлығын. Дайындалу жолы оп-оңай. Шаймен ішкенге керемет енді. Міне дайын. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңадан шыққан видеоларымды көріп отырасыздар. Дайындап көріңіздер.